114-ші сабақ. Ғалам шарлар. Екінші тапсырма. Балалар не туралы сөйлесті? Айсана. Сәлем, Қуаныш. Туған күнің құтты болсын. Қуаныш. Рахмет. Бақыт екеуің маған келіңдер. Әкем телескоп сыйлады. Ғалам шарларды қараймыз. Айсана. Керемет сыйлық. Қазір Бақытқа айтамын. Қуаныш. Алақай, менің достарым келеді. 4-ші тапсырма. Диалог құра. Көңіл күйді білдіретін сөйлемдерді қатыстыр. Үлгі. Қуаныш. Алақай. Анасы. Не болды, балам? Қуаныш. Алақай, қатты қуанып тұрмын. Анасы. Неге қуанып тұрсың? Қуаныш. Әкем туылған күніме телескоп сыйлады емес пе? Енді ғаламшарларды зерттеймін. Анасы. Құтты болсын. Әкеңе алғыс айттың ба? Қуаныш. Әкешіме 1000 алғыс. 5-ші тапсырма. Сөйлемдерді оқы. Суреттен ғаламшарларды тап. Күнге ең жақын тұрған ғаламшар Меркурий. Күнді санамағанда екінші тұрған ғаламшар Шолпан. Шолпаннан кейін жер ғаламшары тұр. 4-ші тұрған ғаламшар Қызыл жұлдыз. Күнді санамағанда 5-ші тұрған Есек қырған. Күнге біраз алыс тұрған 6-шы ғаламшар Қоңырқай. Уран күннен алыс орналасқан. Ол 7-ші болып тұр. Күннен ең алыс тұрған ғаламшар Нептун. Уважаемые зрители, для того, чтобы приобрести уроки полностью, со всеми выполненными заданиями и переводом на русский язык, напишите, пожалуйста, на WhatsApp по телефону, указанному на экране.